Күн ұстаздар, бүгін learningapps.org платформасымен жұмыс жасайтын боламыз. Ол үшін адресіне строкаға learningapps.org деп жазамын. Сол кезде терезе ашылатын болады. Мои упражнение бөлімінде менің жасаған жұмыстарымды көрсеңіздер болады. Яғни бірнеше жұмыстардың тізімі тұр. Жасалған жұмыс, соның ішінен өзіме қажетті, яғни қазіргі таңда жұмыс жасағалы отырған бір жұмысты таңдаймын, яғни соның үлгісін алатын боламын. Ол үшін мен қазір компьютердің даму тарихы деген жұмысты алғым келіп отыр. Сол жұмыстың үстінен бір рет басқан кезде жұмыс ашылатын болады. Ашылған жұмыстың ішінде төменгі бөлігінде создать подобные упражнения ішінен копия этого упражнениені басам, яғни сол жұмыстың копиясы шығатын болады. Яғни міне бірнеше копия шықты, соның біреуіне кіріп, яғни өзгерістер енгізетін болам. Үстінен бір рет басқан кезде жұмыс ашылды, доработать упражнениені батырмасын басқан кезде, яғни сол жұмысқа өзгерістер енгізу деген сөз. Яғни мына жерде, яғни бүгінгі жасалатын жұмысымның атауын және сол жұмыста қандай тапсырма берейін деп отырмын. Сол тапсырманы берілісін жазып өтемін. Содан кейін ары қарай жұмысқа өзгерістер енгіземін. Яғни картина батырмасын басу арқылы удалить етіп, жаңа сурет енгізу үшін картинканы басам. Яғни выберите картинку батырмасын басқаннан кейін рабочий столдағы немесе мои документіда кез келген суретті енгізе аламыз. Сонымен қатар енгізілетін жауаптардың неше түрлі варианттарын өз қолымызбен жазып шығамыз. Қажет емес бөліктерін картина суреті тұрған немен удалить етеміз. Осылай бірнеше суреттерді енгізу арқылы және жауаптарды түзету арқылы жаңа жұмысымызға өзгерістер енгіземіз. Керек емес бөлігін, яғни картинаның суреті тұрған батырма арқылы удалить ете аламыз. Яғни берілетін жұмысымыз оқушыға түсінікті тілде болуы қажет. Барлығын болғаннан кейін сохранить упражнениені басу арқылы барлық жұмыстың желісін, яғни дұрыс варианттарды бөліктерге бөлу арқылы жұмысымыздың нәтижесін көреміз. Астыңғы бөлігінде жұмысымыздың сілтемесін көшіріп алуға болады. Көшіріп алған сілтемені новая вкладка бөліміне барып адресіне строкаға қойсақ, яғни бүгінгі жасалған жұмысымыздың нәтижесін көретін боламыз. Тамашалағандарыңызға рахмет.